Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қондыру мен шахтама тұрғызудың бірыңғай принциптері. Дәрістің жоспарына тоқтала кететін болсақ, бірінші біз өзара ауыстырымдылық түсінігіне анықтама береміз, өзара ауыстырымдылық түрлерін қарастырамыз. Екінші сұрағымыз шекті ауытқуларды сызбада белгілеу. Үшінші қондыру дегеніміз не? Соған анықтама береміз және оның түрлеріне тоқталамыз. Төртінші сұрақ қондыру мен шахтама тұрғызулардың бірыңғай принциптері туралы атап өтеміз. Және осы сұрақ бойынша бірнеше разделға тоқталамыз. Бұл бірінші тесік және бірлік жүйесіндегі қондырулар, екінші шахтама бірлігі, үшінші квалитет, төртінші температуралық ақау. Енді өзара ауыстырымдылық дегенімізден соған тоқтала кетейік. Бұйымның машина, аспаптар, механизмдер және тағы басқалардың олардың бөліктері немесе басқа бұйым түрлері, шикізат, материал және тағы басқалардың өзара ауыстырымдылығы деп, олардың кез келгенін басқа бір типті бұйымға қолданғанда оны тең бағалы ауыстыру қасиетін айтамыз. Толық өзара ауыстырымдылық түрлері кең таралған. Ол жөндеу кезінде ауыстыру кез келген тәуелсіз бір типті берілген дәлдікпен тағайындалған құрастыру бірліктерін құрастыруды қамтамасыз етеді. Конструкторлау өндірісте және қолдану кезінде орындалатын ғылыми-техникалық кешен берілгендер жағдайы тетіктің құрастыру бірліктерінің және бұйымдардың өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз етуін өзара ауыстырымдылық принципі деп атайды. Құрастыру кезінде стандартталған бекіту тетіктерін, домалау подшипниктерін, электротехникалық, резиналы және пластмассалы бұйымдарды, көбінесе олардың унификатталған агрегаттарын қолданады. Толық өзара ауыстырымдылықты құрастыруды тетікті және құрастыру бірлігін қайта өңдеу жүргізеді. Мұндай өндіріс өзара ауыстырымды деп аталады. Бұл жағдайларда құрастырудың қажетті дәлдігін алу үшін тетіктерге топты таңдау жүргізеді, немесе селективті құрастыру. Компенсаторлар машинаның және прибордың кейбір бөліктерінің жағдайларын реттейді. Мұндай өзара ауыстырымдылықты толық емес өзара ауыстырымдылық немесе шектелген деп атайды. Сыртқы өзара ауыстырымдылық бұл алынған және көшірілген бұйымның басқа күрделі бұйымға қойылатын және қолдану көрсеткіштері бойынша құрастыру бірліктерінің, сонымен қатар өлшемдері және қосылу беттерінің пішіні бойынша өзара ауыстырымдылық. Ал ішкі өзара ауыстырымдылық дегеніміз бұйымға кіретін тетіктерге, құрастыру бірліктеріне және механизмдеріне таратылады. МЕС 25346-82 жылғы бойынша негізгі терминдер мен түсініктер белгіленген. Яғни, номиналды өлшем дегеніміз ауытқуды есептеудің басы ретінде алынады және осыған қатысты шекті өлшемдерді анықтайды. Қосылатын тетіктер үшін жалпы номиналды өлшем болады. Номиналды өлшемдерді тетіктерді беріктікке, қатаңдыққа есептеу арқылы табады. Сонымен қатар номиналды өлшем геометриялық пішінге де байланысты болады. Дайындама мен тетіктің кесу және өлшеу құралдарының өлшемдерін қысқарту үшін, сонымен қатар технологиялық процесті жеңілдету үшін есептеп алынған номиналды өлшемді жақын үлкен мәнге қарай жуықтайды. Нақты өлшем деп өлшеу арқылы қажетті ақаумен белгіленген өлшемді айтамыз. Қажетті ақау терминінің енгізілген себебі абсолютті дәлдікпен ақаусыз тетікті дайындау мүмкін емес. Тетіктің нақты өлшемі машинада жұмыс істеу барысында оның тозу, қалдық, серпімді, жылу кернеулерінің және тағы басқа себептердің әсерінен статикалық күйде немесе құрастыру кезінде анықталған өлшемнен өзгеше болады. Тетіктің мүмкін екі шекті өлшемдері болады. Осы өлшемдер аралығында жарамды тетіктің нақты өлшемі болуы тиіс, немесе оған тең болуы керек. Оның көп өлшемін ең үлкен шекті өлшем деп, ал кішісін ең кіші шекті өлшем деп атайды. Оларды тесік үшін the maximum the minimum үлкен әріптермен, ал бірлік үшін the maximum the minimum кіші әріппен белгілейді. Тетіктің нақты өлшемін шекті өлшемімен салыстыру арқылы оның жарамдылығы туралы қорытынды жасайды. Сызбаны жеңілдету үшін номиналды өлшемнен шекті ауытқулар енгізілген. Жоғарғы шекті ауытқу ES, бірлік үшін кішкентай ES, ол ең үлкен шекті өлшеммен номиналды өлшемнің алгебралық айырмашылығына тең болады. Ал төменгі шекті ауытқу EI, ол ең кіші шекті өлшеммен номиналды өлшемнің алгебралық айырмашылығына тең. Тесік үшін келесі формулалар жазуға болады. ES тең болады d максимум минус d номинальный. Және EI тең болады d максимум минус d номинальный. Бірлік үшін сондай тура формула тек қана ES кіші және d максимум және d номинальный.
ал төменгі ауытқу Е тең болады D минимум және D номинальный. Қондырулар. Жанасатын тетіктер үшін тек негізгі ауытқу шамасы белгіленген, яғни шек өрісінің нөлдік сызыққа дейінгі жақын ара қашықтығы. Жоғарғы шек өрісі нөлдік сызықтың үстіне орналасса, немесе төменгі шек өрісі нөлдік сызықтың астына орналасса, ауытқуды негізгі ауытқу және таңдалған квалитетті шақтамасы және негізгі ауытқу бойынша анықталады. Шекті ауытқулар сызбада нақты өлшемдердің қатарында ұсақ шрифтпен индекс түрінде миллиметрлік өлшеммен көрсетіледі. Жоғарғы ауытқуды кішкене жоғарырақ, ал төменгі ауытқуды төменірек қояды. Мысалы, диаметр 42, оның жоғарғы ауытқуы 0,013, төменгі ауытқуы 0,03. Және екінші мысал, диаметр 42, оның жоғарғы ауытқуы минус 0,03 және төменгі ауытқуы 0,024. Екі ауытқуды да үтірден кейінгі таңбалар саны бірдей болу қажет. Мысалы, 45 жоғарғы шекті ауытқуы 0,050 және төменгі ауытқуы 0,075. Яғни үтірден кейінгі үш сан бірдей болу керек. Егер қандай да бір ауытқудың шамасы 0-ге тең болса, онда оны сызбада көрсетпейді, бірақ оған орын қалдырылады. Мысалы, 24, оның жоғарғы ауытқуы 0-ге тең, біз оны сызбада көрсетпейміз, ал төменгі ауытқуы минус 0,021. Және екінші мысал, диаметр 90, оның жоғарғы ауытқуы 0,35, ал төменгі ауытқуы 0-ге тең. Яғни ол төменгі ауытқуы 0-ге тең ауытқуды біз сызбада көрсетпейміз. Егер жоғарғы және төменгі ауытқулар абсолюттік шамасы бойынша өзара тең болса, онда оларды нақты өлшемдердің жанына бір ғана бірдей шрифтпен көрсетеді. Мысалы, диаметр 60 плюс минус 0,2. Бірінші сурет бойынша түсіндіре кететін болсақ, біріншісінде бізде А суретінде валдың, біліктің сызбасы көрсетілген, біріншісінде бізде тесіктің сызбасы, екіншісінде біліктің сызбасы көрсетілген. Яғни шекті ауытқуларды көрсетудің үш мысалы көрсетілген. Біріншісінде номиналды диаметр, негізгі ауытқу және квалитеті көрсетілген. Екіншісінде номиналды диаметрі, оның шек өрістері көрсетілген. Үшіншісі номиналды диаметрі, шек өрістері бірге көрсетілген. Бұл бірінші сурет бойынша. Шекті ауытқулармен отырғызуларды сызбада белгілеу Мест 2.30768 жылғы бойынша сәйкес өлшемдерді сызбада мынандай үш тәсілмен көрсетуге болады. Біріншісі, шекті өрістердің шартты белгілерімен, мысалы, диаметр 40 H7, диаметр 45 K6. Екінші әдісі, шекті ауытқулардың сандық мәндерімен, мысалы, диаметр 45, оның жоғарғы шекті ауытқуы 0,25. Үшінші әдісі, шек өрістерінің шартты белгісімен, оң жағынан жақша ішінде шекті ауытқулардың сандық мәндерімен көрсетуге. Яғни бұл құрастырылған әдіс деп аталады. Мысалы, диаметр 45 H7, оның жоғарғы ауытқуы 0,25. Осы көрсетілген әдістердің ішіндегі ең тиімдісі үшінші тәсіл болып табылады. Бір сызбада шекті ауытқуды әртүрлі тәсілмен көрсетуді қолдануға болады. Өлшемдердің шекті ауытқуларынан жинайтын сызбада бөлшек түрінде үш тәсілдің біреуі арқылы көрсетуге болады. Бөлшектің алымында тесіктің, бөлімінде біліктің шекті ауытқуларын көрсетеді. Отырғызуды көрсетудің мысалдары. Бірінші, диаметр 45, бөлшекпен көрсетеміз, оның несінде алымында тесіктің негізгі ауытқуы мен квалитетін көрсетеміз, ал бөлімінде біліктің негізгі ауытқуы мен квалитетін көрсетеміз. Екінші әдісінде тесіктің негізгі ауытқуының шекті өрісін көрсетеміз, және оның бөлімінде біліктің шекті ауытқуларын көрсетеміз. Үшіншісінде, яғни құрастырылған әдіс деп айттық, мұнда екеуінде қатар көрсетеміз, яғни номиналды диаметр көрсетеміз, негізгі ауытқуы мен квалитетті көрсетеміз, және оның шекті ауытқуын көрсетеміз. Енді екінші сурет бойынша тоқтала кететін болсақ, бұл жерде бізде қондыру көрсетілген, яғни 14-ші бұл бізде білік, 18-ші бұл бізде тесік. Яғни осы тесік пен біліктің қондыруының шекті ауытқулары көрсетілген. Яғни бірінші әдіске тоқтала кететін болсақ, номиналды диаметр 22, H7, GS6. Яғни бұл жерде біз қондыруды көрсетіп тұрмыз. Оның алымында тесіктің шек өрісі көрсетіліп тұр, ал бөлімінде біліктің шек өрісі көрсетіліп тұр. Екінші әдісінде біз бұлардың шекті ауытқуларын көрсетеміз. Машиналар мен бөлшектердің тетіктерінде жылжымалы және жылжымайтын қозғалыстар жұмыс жасайды. Бөлшектер жалғасуының сипатын қондыру деп атаймыз.
Оны саналаулар мен керудің нәтижесінде алынатын шамалар анықтайды. Қондыру жалғасатын бөлшектердің бір-бірімен салыстырғанда жылжу немесе бір-біріне қарағанда олардың өзара жылжымайтын мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қондырудың үш түрі қолданылады. Біріншісі саналаумен қондыру, екіншісі керу арқылы қондыру, үшіншісі өтпелі қондыру. Жалғаудағы саналауды қамтамасыз ететін саналау арқылы қондыру жалғасатын бөлшектердің салыстырмалы жылжу мүмкіншілік қамтамасыз етеді. Саналаумен отырғызғанда тесіктің өлшемі әр уақытта біліктің өлшемінен үлкен болады. Егер тесіктің өлшемі білік өлшемінен үлкен болса, онда тесік пен білік өлшемдерінің айырымын S саналау деп атаймыз. Ең үлкен саналау S максимум тең болады D максимум және D минимум, немесе S минимальный тең болады D минимум минус D максимум. Немесе осы формуланы шекті ауытқулармен жазуға болады. Яғни S минимум тең болады EI тесіктің төменгі шекті ауытқуы және минус алынған біліктің жоғарғы шекті ауытқуы. Ал орташа саналау SM тең болады S максимум плюс S минимум формуласымен анықталады. Ең үлкен және ең кіші саналаулардың айырымын саналаудың жіберілетін шегі деп атаймыз. Ол келесі формуламен анықталады. TS тең болады S максимум минус S минимум. Қосылудағы керуді қамтамасыз ететін қондыруды керу арқылы қондыру деп атаймыз. Керу бөлшектер жиналғаннан кейін берік орнығуды қамтамасыз етеді. Керу арқылы отырғызылатын білікке жіберілетін шек өрісі жоғарғы орналасады. Егер білік өлшемі тесік өлшемінен үлкен болса, онда білік пен тесік өлшемдерінің жиналғанға дейінгі айырымын керіліс деп атаймыз. Ең үлкен және ең кіші керілудің айырымын керілуге жіберілетін шек деп атаймыз. Ол келесі формуламен анықталады. Яғни TN тең болады T максимум минус T минимум. Қондыру кезінде саналау мен керуді қамтамасыз ететін отырғызуды өтпелі қондыру деп атаймыз. Тесік пен білікке жіберілетін шек өрістері жартылай немесе толығымен жабылады. Өтпелі қондырулар қозғалмайтын қосылыстарды жөндеген кезде тағы басқа сол сияқтыларда бөлшектегенде қолданылады. Өтпелі отырғызу үшін жіберілетін өріс шектерінің орналасу схемасы. Өтпелі қондыру үлкен керіліс, яғни біліктің ең үлкен шекті өлшемі D максимум мен тесіктің ең кіші шекті өлшемі D минимум өлшемі кезінде және ең үлкен саналаумен, яғни тесіктің ең үлкен шекті өлшемімен біліктің ең кіші шекті өлшемімен сипатталады. Өтпелі қондыруларда жіберілетін шек ең үлкен керумен ең үлкен саналаудың абсолют шамасы бойынша алынған қосындысына тең болады. Яғни ол келесі формуламен анықталады. TS немесе шақшаншын TN тең болады S максимум плюс N максимум. Енді біз өзіміздің тікелей тақырыбымызға келіп тоқталайық, яғни қондыру мен шақтаманың бірыңғай принциптерін тұрғызу. ISO және қондыру мен шақтамалардың бірыңғай жүйесі ESTP жүйесінде 1 мм-ден 500 мм-ге дейінгі және 500-ден жоғары 3150 мм-ге дейін, ал ESTP жүйесінде 3150-ден 10 мм-ге дейінгі өлшемдерге бірыңғай шақтамалар мен қондыру белгіленген. ESTP-да мысалы 1 мм-ге дейінгі өлшемдерге шек өрісі жеке жасалған. Шақтамалар мен қондыру жүйесі деп тәжірибе, теориялық және эксперименттік зерттеулер нәтижесіндегі заңдылықпен тұрғызылған және стандарт түрінде бекітілген шақтамалар мен қондыру қатарларының жиынтығын айтады. Жүйе машина типті тетіктер шақтамасы мен қондыруын практикада кең көлемде таңдауға арналған. Сонымен қатар, кесу құрал сайманының калибрлерді стандарттауға мүмкіндік беретін бұйымдарды және оның бөліктерін өндіруді өзара асырымдылыққа қол жеткізеді. Олардың сапасын жоғарылатады. Біздің елімізде бұрын жалпы одақтық және мемлекеттік стандарт ретінде рәсімделген шақтама мен қондыру жүйесі қолданылатын. Қазіргі уақытта көптеген елдерде ISO жүйесінің шақтама және қондыру жүйесі қолданылады. ISO жүйесі металл өңдеу өндірісінде халықаралық техникалық байланысты жеңілдету мақсатымен ұлттық шақтама мен қондыру жүйесін унификациялау үшін пайда болған. Халықаралық ISO ұсыныстарын ұлттық стандарттарға кіргізу арқылы әр елде жасалған бір типті тетіктердің құрамдас бөліктер мен бұйымдардың өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз етуге болады. Қондыру мен шақтаманың бірыңғай жүйесі тегіс тетік өлшемдеріне және осы тетіктерді қосқанда пайда болатын қондыруда таралады. ISO және ESTP бойынша
Машинаның типті тетіктерін қондыру және шақтама жүйесі бірыңғай принциппен тұрғызылады. Қондыру мен шақтамаларды тұрғызудың бірыңғай принциптері келесі негізгі элементтерден тұрады. Оның біріншісі. Мұнда барлық қондырулар тесік жүйесінде және бірлік жүйесінде деп қарастырылған. Тесік жүйесіндегі қондыруларға тоқталатын болсақ, онда негізгі тесікке әртүрлі бірлікті қондыру арқылы санылау, керіліс алатын қондыруларды айтады, және оны үлкен H әріпімен белгілейді. Өте дәл тесіктерді қымбат кесу құралдарымен өңдейді, яғни үңгі, үңғылағыш, тарташ үңгіс тағы басқа. Олардың әрқайсысын бір өлшемді белгілі шекөрісті тесікке ғана қолданады. Негізгі тесік жүйесінде әртүрлі шекті өлшемді тесіктер аз. Демек, кесу құралдарының номенклатурасы аз болады. Сондықтан негізгі тесік жүйесі артықшылығына байланысты кең таралған. Кесу құралының номенклатурасын азайту арқылы әзірленетін партия құралдарын жоғарылатуға, арнайы өндірістік құрылғы қолдануға болады, және сол арқылы құралдар шығарылымын аз шығындармен өндіреді. Барлық тесік жүйесіндегі қондырулар үшін төменгі ауытқу, яғни EI нөлге тең болады. Негізгі тесік шек өрісінің төменгі бөлігі әрдайым нөлдік сызықпен беттеседі. Үшінші сурет А. Бірлік жүйесіндегі қондырулар деп негізгі бірлікке әртүрлі тесікті қондыру арқылы санылау, керіліс алатын қондыруларды айтады, және оны кішкентай H әріпімен белгілейді. Барлық бірлік жүйесіндегі қондырулар үшін жоғарғы ауытқу ES нөлге тең болады, яғни негізгі бірліктің шек өрісі әрдайым нөлдік сызықпен беттеседі. Мысал ретінде үшінші сурет Б позициясы. Негізгі бірлік жүйесіндегі қондыруды кей кезде бір бірлікке бірнеше тесікті әртүрлі қондырумен кезектестіргенде қолданылады. Негізгі бірлік жүйесін сонымен қатар тетік дәл продукттан әзірленген уақытта, яғни бірліктің сыртқы беті механикалық өңделмеген жағдайларда қолданады. Қондыру жүйесін таңдаған уақытта стандартты тетіктердің шек өрістерін ескерген жөн. Негізгі тесіктің шек өрісін нөлдік сызықтың жоғарғы жағына, ал негізгі бірліктің шек өрісін төменгі жағына салады. Келесі, енді осы нелерге мысал келтіретін болсақ, үшінші сурет бойынша бұл жерде бізде А позициясында негізгі тесік жүйесіндегі шек өрістер көрсетілген, және екіншісіне негізгі бірлік жүйесіндегі қондырулар көрсетілген. Яғни бұл сурет бойынша түсіндіре кететін болсақ, бізде нөлдік сызықтың үстінде негізгі тесіктің шек өрісі орналасқан, және оған біз әртүрлі бірліктерді қондыру арқылы керіліс, санылау және өтпелі қондырулар аламыз. Екінші Б позициясында негізгі бірлік жүйесінде қондырулар көрсетілген, яғни бұл жерде негізгі бірлікке ол бізде нөлдік сызықтың төменгі жағына орналасады, және оның әрдайым жоғарғы ауытқу нөлге тең болады. Осы негізгі бірлікке біз әртүрлі тесіктерді қондыру арқылы негізгі бірлік жүйесіндегі қондыруларды аламыз. Екінші, шақтамалар жүйесін тұрғызу үшін шақтама бірлігін белгілейді. Ол бізде И әрпімен белгіленеді. Шақтама бірлігі технологиялық, конструктивтік, метрологиялық факторлардың әсерін ескереді. Шақтаманың номиналды өлшемге тәуелділігін білдіреді және дәлдік өлшемі болып табылады. ISO және СТП үшін келесі шақтама бірлігі белгіленген, яғни 1-ден 500 мм-ге дейінгі өлшемдер үшін И тең болады 0,45 түбірдің астында диаметр плюс 0,1 диаметрге байланысты. Бұл формуладағы екінші мүше 0,1 көбейтілген диаметр бұл өлшеу қателігін ескереді. Келесі 500-ден 10 мм-ге дейінгі өлшемдер үшін И тең болады 0,4 көбейтілген диаметр плюс 2,1. Мұндағы диаметр бұл ол интервалдағы әр өлшемнің шеткі орташа геометриясы, және ол миллиметрмен өлшенеді. Ал И дегеніміз шақтама бірлігі. Кез келген квартеттің шақтамасы келесі формамен анықталады, яғни Т тең болады А көбейтілген И. Мұндағы А дегеніміз шақтама бірлігінің саны, және ол квартетке тәуелді, номиналды өлшемге тәуелсіз болады. Енді квартет ұғымына түсінік беріп кетейік, яғни әртүрлі тағайындалған бұйымдағы тетіктерді әртүрлі дәлдікпен шығарады. Қажет етілетін дәлдік дәрежесін нормалау үшін тетіктер мен бұйымдарды әзірлеудің квартеттері белгіленген. Квартет деп ол француз тілінен аударғанда аналог бойынша quality, яғни сапа дегенді білдіреді. Белгілі диапазондағы, мысалы 1-ден 500 мм-ге дейінгі барлық номинал өлшемдері үшін тұрақты салыстырмалы дәлдікпен сипатталатын шақтамалар жиынтығын айтады. Сонда бір квартет шегіндегі дәлдік тек номиналды өлшемге тәуелді болады.
СТП жүйесінде 19 квартеттер қатары белгіленген. Олар 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, яғни 17-ге дейін. Мұндағы 0, 1 және 0 өте дәл квартеттер есептелінеді және олар бірінші квартетке дейін енгізілген. Енді осы квартеттер қатарын тоқталатын болсақ, мұндағы 0, 1, 0, 1 бұлар эталондық плиткалардың шегін белгілейді. 2, 3, 4 бұлар калибрлердің шегін белгілейді. 5-тен 12-ге дейінгі квартеттер бұлар дәл жауапты жанасулар үшін қабылданған, ал 13-тен 17-ге дейінгі квартеттер дөрекі және жауапты емес, яғни дайындамалар үшін қолданылады. Квалитет әзірлеудің шақтамасын анықтайды, яғни сәйкесінше машина тетіктерінің өңдеу құралдарын бақылауында айқындайды. Төртінші, стандарттармен белгіленген шақтама мен қондырулар өлшемдері қалыпты температурада анықталған. Анықталған тетіктерге арналған. Қалыпты температура барлық үйлерде 20 градус Цельсиямен анықталған, яғни бұл ГОСТ 92, 49, 59 бойынша. Мұндай температура машина жасау және аспап жасау зауыттарының жұмыс ғимараттарындағы температураға жақын болып келеді. Барлық сызықтық және бұрыштық өлшемдерді анықтағанда аспаптарды градировкалау және аттестациялау кезінде қалыпты температурада жүргізу керек. Ол температурадан асудың шегі өлшемдер үшін мүмкін шамаладан аспау керек. Бұл талаптардың барлығы келесі ГОСТпен анықталған, яғни ГОСТ 8.050 73 жылғы және СТСФ 1155 78 жылғы. Тетік пен өлшеу құралының температурасы бақылау кезінде бірдей болу керек. Сонымен қатар өлшеу қателігі жерлік қызудан да пайда болады. Мысалы, қолдан бөлінген жылудан егер 15 минут бойы диаметрі 175 мм білікті тексеруге арналған скабамен тексергенде, оның өлшемі 8 микрометрге дейін өзгереді. Ал 280 мм скаба қателігі 11 мм-ге өседі. Осыған байланысты өлшеу құралдарын жылудан қорғайтын жабдықтармен қолдану керек. Мысалға, жылу ұстайтын қолғаптар және тағы басқалар. Ал басқа жағдайларда температуралық ақауды, яғни дельта L, жуықпен келесі формулалармен анықтайды. Яғни дельта L тең болады L жақшан үшін альфа 1 минус дельта L және плюс альфа 2 дельта L 2. Мұндағы L дегеніміз бұл бақыланатын өлшемнің миллиметрмен анықталған, ал альфа 1 және альфа 2 дегеніміз тетік және өлшеу құрал материалының сызықтық өлшемінің температуралық коэффициенттері. Олар градуспен өлшенеді. Ал дельта L1 дегеніміз бұл тетік температурасы және қалыпты температура арасындағы айырмашылық. Ал дельта 2 дегеніміз өлшеу құралы температурасы және қалыпты температура арасындағы айырмашылық. Енді бүгінгі тақырып бойынша келесі бақылау сұрақтарына жауап берейік. Бірінші, өзара ауыстырымдылық дегеніміз не? Өзара ауыстырымдылықтың түрлерін атаңыз және мысал келтіріңіз. Екінші, шекті ауытқуларды сызбада қалай белгілейді? Үшінші, қондыру түрлерін атаңыз. Төртінші сұрақ, қондыру мен шақтамаларды тұрғызудың бірыңғай принциптерін атаңыз. Бесінші, негізгі бірлік дегеніміз не? Алтыншы, негізгі тесік дегеніміз не? Жетінші, шақтама бірлігі қандай факторларға тәуелді болады? Сегізінші, квалитеттер ұғымы. Тоғызыншы, температуралық ақау не үшін қажет? Енді осы принциптерді типті беттерге таратуға болады. Беттердің кедір-бұдырлығы дегеніміз базалық ұзындықта салыстырмалы аз қадамдармен ерекшеленген ойлы қырылықтың жиынтығы. Кедір-бұдырлықтың параметрлері мен сипаттамалары МЕС 27-89-73 бойынша белгіленген. Көрсетілген стандарттар түкті материалдардың кедір-бұдырлығына тарамайды және жарықшық, қаяу тәрізді беттердің ақауларын ескермейді. L базалық ұзындық дегеніміз базалық сызықтың ұзындығы, онымен беттің кедір-бұдырлығы параметрлерінің сандық мәндері анықталады. Яғни профильдің дөңестігі мен ойыстығы, нақты беттің контуры және орташа сызықпен шектелген профиль бөлігі. Халықаралық стандарттау ұсыныстары ISO R 468 бойынша МЕС 27-89-73-ге сәйкес беттердің кедір-бұдырлығын материалына және өңдеу әдісіне тәуелсіз келесі бір немесе бірнеше параметрлермен бағалауға болады. Бірінші, RA бұл профильдің орташа арифметикалық ауытқуы. RZ 10 нүктедегі профиль тегістіктерінің биіктігі. R максимум профиль тегістігінің ең үлкен биіктігі. SM профиль кедір-бұдырлығының орташа қадамы. SIT жерлік шындар бойынша профиль кедір-бұдырлықтарының қадамы. TP
Профильдің тірек ұзындығының салыстырмалы ұзындығы. Енді ар параметрлерге сипаттама берейік. RA бұл базалық ұзындық шегіндегі профильдің Y орташа сызықтан ауытқуының абсолютті мәндерінің орташа арифметикалық мәні. Жуықтап алғанда келесі формуламен анықталады. RA тең болады 1 бөлінген n сумма y/t. Мұндағы n дегеніміз базалық ұзындықта таңдалған нүктелер саны. Y дегеніміз бұл профиль ауытқуы, профильдің кез келген нүктесінің орташа сызық арасындағы ара қашықтық. 10 нүктедегі профиль тегістіктерінің биіктігі R максимум бұл профильдің 5 нүктесіндегі ең үлкен биіктіктер мәнінің және базалы ұзындықта профильдің 5 ең үлкен тереңдіктерінің орташа абсолютті қосындысы. Мұндағы формуланы түсіндіре кетсек, мұндағы Y дегеніміз бұл профильдің иілу нүктесіндегі ең үлкен биіктік, а YV дегеніміз бұл профильдің иілу нүктесіндегі ең үлкен тереңдік. Келесі, профиль тегістіктерінің ең үлкен биіктігі R максимум. Бұл базалы ұзындықта L шегіндегі профильдің биіктіктер және тереңдіктердің сызық арасындағы қашықтығы. Профиль ұзындығы бағытындағы тегістіктер қасиетімен байланысты кедірбүдірлік параметрлері. Профильдің кедірбүдірлігінің орташа қадамы SM. Бұл базалы ұзындық шегіндегі профиль тегісіздік қадамының орташа мәні. Формуланы түсіндіре кететін болсақ, мұндағы n дегеніміз базалы ұзындық шегіндегі қадамдар саны, SM дегеніміз профиль тегісіздігінің қадамы, ол ортаңғы сызықтың ұзындығына тең болады. Жерлік шындар бойынша профиль кедірбұтырлықтарының қадамы S илі дегеніміз бұл базалы ұзындық шегіндегі жерлік шындардың орташа мәні. Ол келесі формуламен анықталады. Мұндағы N дегеніміз базалы ұзындық шегіндегі профильдің биіктіктер қадамының саны, S илі дегеніміз ортаңғы сызық ұзындығына тең профиль тегіссіздігінің биіктіктер бойынша қадамы. Профиль тегіссіздігінің пішініне тәуелді кедірбұтырлық параметрлері. Профильдің тірек ұзындығының салыстырмалы ұзындығы NP. Бұл базалы ұзындық шегіндегі ортаңғы сызық эквидистантасымен M профиль материалының белгілі кесінді ұзындығының қосындысы. Ол келесі формуламен анықталады. Мұндағы B илі дегеніміз бұл белгілі кесінді ұзындығы. Профильдің тірек ұзындығының салыстырмалы ұзындығы TP, ол дегеніміз тірек ұзындығының базалы ұзындыққа қатынасы. Ол келесі формуламен анықталады. TP дегеніміз NP бөлінген L. Кедір бұдырлықтың 6 параметрлерінен RA, RZ және R максимум биіктікті немесе вертикалды, ал 3 параметрлері S, M, S және TP қадамды немесе көлденең болып табылады. Осы параметрлердің ішінен RA параметрлері ұсынылады. Мест 27-89-73 стандарт талаптары ағаш, киіз және басқа да түкті беттерден басқа материалдардың барлығына таралады. Беттің толқындығы дегеніміз мерзімді түрде қайталанып тұратын кедірбұтырлықтың жиынтығы. Оның қадамы базалық ұзындықтан асып кетеді. Толқындық беттердің пішінінің кедірбұтырлығы және ауытқуы арасындағы аралық күйде болады. Толқындық W максимум және ең жоғарғы биіктікпен SM қадамымен және LV өлшеу ұзындығымен сипатталады. Ең жоғарғы SV қадамы келесі формуламен анықталады. Мұндағы беттердің ауытқуларының әртүрлі реті арасындағы шекті шартты қадамның SV тегістіктер биіктігімен WZ қатынасымен белгілеуге болады. Егер қадамның биіктікке қатынасы 40-тан кіші болса, онда ауытқуды бет кедірбұтырлығына жатқызады. Егер қадамның биіктікке қатынасы 1000-нан кіші және 40-тан үлкен болса, онда оны толқындыққа жатқызады. Егер қадамның биіктікке қатынасы 1000-нан үлкен болса, онда ол пішіннің ауытқуына жатқызылады. Толқындық биіктігі WZ бұл LV өлшеу бөлігіне тең және оның 5 шамасының орташа арифметикалық ауытқуы болып табылады. Яғни WZ дегеніміз W1, 2, 3, 4, 5 бөлінген 5-ке. Иректілік пішіні бет толқындығымен тудыратын себептерге тәуелді болады. Көбінесе толқындылық синусоидты сипатта. Бұл станок, жабдық, құрал, тетік жүйесінің тербелістерінің әсерінен пайда болады. Бет кедірбұтырлығын және толқындықты өлшеу әдістері мен құралдары. Сапалық және сандық бақылау.
Беттердің кедір-бұдырлық параметрлерін өлшеуге арналған құралдар оптикалық және контактылы болып бөлінеді. Контактылы өлшеу құралдары цехты жұмыс жағдайларында тиімдірек, ал оптикалық өлшеу құралдары кедір-бұдырлықтың үш параметрлері беттерінің тегістіктерінің нормал жазықтықтағындағы, яғни RZ, R максимум және S параметрлерін анықтауға арналған. МЕС 9847-79 бойынша беттердің кедір-бұдырлығын өлшеуге арналған оптикалық құралдардың 5 түрлерін белгілейді. Біріншісі ПТС, яғни өрескел өңдеуден өткен беттерді өлшеуге арналған көлеңкелі қима құралы. Келесі ПСС, бұл жарықты қима құралы, яғни қос микроскоп деп аталады. Үшіншісі МОМ, яғни бұл беттердің тегісіздігінен туындайтын мемуарлы сызықтардың қисаюын өлшеуге негізделген бір объективті микроскоп. Төртіншісі МИИ, бұл жарықтың екі сәулелі интерференциясын өлшеу кезінде қолданылатын интерференциялы микроскоп. Бесіншісі МПИ, бұл сызықтардың бірде ретті туындайтын жарық интерференциясын негізделген микроскоп профилометр. ПСС типті құралдарға осьтері 90 градус бұрыш жасап орналасқан, ал бұрыштық биссектрисасы бақыланатын бетке перпендикуляр болатын бақылаушы және проекциялаушы микроскоптардан тұратын қос микроскоп. Яғни немесе оны линейк микроскопы деп атауға болады. Сапалық бақылау дегеніміз бұл үлгілермен немесе үлгілік тетіктермен көзбен немесе ұстап көру арқылы салыстырып бақылау. Сандық бақылау дегеніміз бұл жанаспайтын әдістермен, яғни жарықты қима құралдарымен, микрофирометрлермен, өлшеу микроскоптарымен және тағы басқалармен бақылау болып табылады. Жанасатын әдістер арқылы бақылау қармалаушы құралдармен жүзеге асырылады, яғни әртүрлі профилометрлер. Бұл құралдар тетіктің бетіне із қалдырады. Сондықтан да жұмсақ материалдарды, бұйымдарды бақылау үшін жанасатын әдістер қолданылады. Өлшеу құралдары кедір-бұдырлықты және толқындықты шупты, яғни құралдармен, профилометрлермен өлшеуге болады. Яғни жанасатын әдіспен және жанаспайтын оптикалық құралдармен өлшейді. Өндірісте профилограф және цех типті профилометрлер қолданылады. Домалау подшипниктердің шақтамалары мен қондырулары. Стандарт СЭФ 774-77, яғни МЕС 520-71 бойынша негізгі мөлшерлері бар болатын домалау мойын тіректеріне таралады және жасау, құрастыру дәлдігіне байланысты мойын тіректер дәлдігінің 5 класын анықтайды. Яғни олар 0, 6, 5, 4, 2. СТ 773-73 бойынша мойын тіректер сақиналарының дәлдік кластары бойынша қондырма диаметрлеріне шақтамалар өрістерінің келесі белгілері анықталады. Мойын тіректер саналауының ортаңғы диаметрі бойынша LDM, L0, L6, L5, L4 және L2 анықталады. Мұнда LDM дегеніміз мойын тіректің тесігінің ортаңғы диаметріне шақтама өрісінің жалпы белгіленуі. L0, L6, L5, L4, L2 дегеніміз мойын тіректердің дәлдік кластары бойынша тесіктің ортаңғы диаметрі үшін шақтамалар өрістерінің белгіленуі. Ал L дегеніміз мойын тірек тесігінің ортаңғы диаметрі үшін негізгі ауытқудың белгіленуі. Мойын тіректердің ортаңғы сыртқы диаметрі үшін үлкен D-Ш болып белгіленеді және L0, L6, L5, L4 және L2. Мұндағы LD дегеніміз мойын тіректің D ортаңғы сыртқы диаметрі үшін шақтамалар өрісінің жалпы белгіленуі. L0, L6, L5, L4, L2 дегеніміз дәлдік кластары бойынша шақтамалар өрістері. Ал LDM дегеніміз мойын тіректің ортаңғы ішкі диаметрі үшін шеткі ауытқудың белгіленуі. Мойын тіректер қондырмаларының шартты белгіленуіне құрамалық сызбаларда және салалық нормативтік техникалық шарттамаларда көрсетеді. Домалау мойын тіректерінің қондырмаларын белгілеу мысалдары. Номинал диаметрі 50 мм-ге тең шақтама өрісі GS6 симметриялы орналасқан білікке 0 дәлдік класты мойын тіректі қондыру. Яғни қондырған кезде диаметр 50 немесе диаметр 50 немесе GS6 деп белгілеуге болады. Тура сол номинал диаметр 90 мм шақтама өрісі H7 корпустың тесігінде, онда оны сызбада былай белгілейді. Диаметр 90 H7 немесе L0.
мойын тіректердің айналатын сақиналарын қондыруды олардың жүктемесімен жұмыс істеу процесінде корпус бөлігінің немесе саналауының қондырма бетінде олардың бұралып кетуін болдырмау үшін кепілдендірілген керіліспен қорындау қажет. Қосылыста саналаулар бар болуының техникалық негізделген жағдайларында жол беріледі. Екі тіректі біліктің мойын тіректі тораптарының айналмайтын сақиналарының біреуін қондыруды осьтік керіліспен немесе мойын тіректер саналауының реттелуін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ біліктер мен корпустардың температуралық орнын толтыру үшін кепілдендірілген саналаумен жүргізу қажет. Мойын тіректер сақиналарының қондырмаларын таңдау олардың жүктелу сипатымен жергілікті айналмалы тербелі болып анықталады. Ол берілген сақинаның оған әсер ететін радиал жүктемеге қатысты айналмауына байланысты болады. Соңғының астарында барлық радиал жүктемелердің нәтижелеріне түсіндіріледі. Жергілікті жүктеу кезінде айналмайтын сақина бағыты бойынша тұрақты ПН радиал жүктемесін қабылдайды, немесе айналатын сақинамен бірге айналатын ПР радиалды жүктемені қабылдайды. Айналымдық жүктеме сақина айналғанда және үнемі бағытталған ПН кезінде немесе керісінше құрастырылатын жылжымайтын сақинаға қатысты айналатын ПН радиал жүктеме кезінде алынады. Тербелмелі жүктеу айналмайтын сақинаға екі радиалды жүктеме бағыты бойынша тұрақты және ПН айналатын және шамасына бойынша кіші, яғни ПН бір мезгілде әсер еткен кезде ғана алынады. Мойын тірек сақиналарын айналатын жүктеу кезінде білік пен тесікке радиалды таңдау жүргізіледі. Жүктеменің қарқындылығы келесі формамен анықталады. Енді бұл форманы түсіндіре кететін болсақ, мұндағы R дегеніміз тіректің радиалды жүктелуі, ол ньютонмен анықталады. Одан кейін V дегеніміз бұл қондырма орнының жұмыстық ені, ол келесі формамен анықталады. Яғни үлкен V алынған 2R. Мұндағы үлкен V дегеніміз бұл мойын тіректің ені миллиметрмен анықталған, ал R бұл жұмырлау радиусы немесе мойын тірек сақинасының қисық жиегінің ені. К дегеніміз бұл қондырма динамикалық коэффициенті, ол жүктеменің сипатына тәуелді болады. Егер 150%-тен және одан жоғары жүктелгенде баяу күштер әсер еткен кезде К1 бірге тең болады. Ал жүктелу 300%-тен жоғары жүктелсе және күшті соққылар мен дірілдер пайда болса, К1 1,8-ге тең болады. F дегеніміз бұл қуыс білік немесе қабырғалы корпус кезінде қондыру керілісінің бәсеңдеу дәрежесін есепке алатын коэффициент. FA дегеніміз екі қатарлы конустық аунақша мойын тіректеріндегі қатарлы арасындағы немесе тірекке осыған жүктеме бар болғанда қосарланған шарикті тіректер арасындағы R радиалды жүктемесін үлестірудің бір қалыпты еместік коэффициенті. Бір сыртқы немесе ішкі сақинасы бар радиалды және таянышты мойын тіректер үшін. Корпустардың мойын тіректерінің біліктері мен тесіктерінің қондыру беттері диаметрлерінің шектік ауытқуларының мәндері. Ол үшінші қосымшадан таңдалады. Болаттан жасалған корпустардағы және біліктердегі мойын тіректердің астына қондыру беттерінің сондай-ақ дәлдік кластары 0, 6, 5, 4, 2 мойын тіректер үшін тіректі бүйір жақтарының RA және RZ кедір-бұдырлық параметрлері үшінші кестеде көрсетілген мәндермен таңдау керек. Радиуспен өлшенетін корпустар біліктері және тесіктерін қондыру орындары пішінінің шақтамалары сәйкесінше дөңгелектік шақтамасы, бойлық қима пішін шақтамасы төртінші кестеде көрсетілген мәндерден аспау керек. Корпустардың біліктері мен тесіктерінің мәндері тірек, бүйір және беттерінің бүйірлік соғылулары 5 және 6 кестелердегі көрсетілген мәндерге сәйкес болу керек. Бақылауға арналған сұрақтар. Яғни бірінші, өзара ауысымдылық дегеніміз не? Өзара ауысымдылықтың түрлерін атаңыз. Мысал келтіріңіз. Екінші, шекті ауытқуларды сызбада қалай белгілейді? Үшінші, қондыру түрлерін атаңыз. Төртінші, қондыру мен шақтамаларды тұрғызудың бірыңғай принциптерін атаңыз. Бесінші, негізгі білік дегеніміз не? Алтыншы, негізгі білік тесік дегеніміз не? Шақтама бірлігі қандай формулаларға тәуелді? Кваритеттер ұғымы и температуралық ақау не үшін қажет?